Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен красный бархат тортын жасайтын боламыз. Қажетті барлық заттарды төменге видеоның астына қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Ендеше бастайық. Ең алдымен бізге айран керек, үй температурасында болуы тиіс. Оның үстіне ас содасын салып, жақсылап араластырып, бір шетке қойып қоямыз. Одан соң бөлек ыдысқа 3 жұмыртқаны саламыз. Үстіне қант қосып миксерлейміз. Және де қанттың барлығын бірден салып жібермей, ақырын бөліктерге бөліп араластырып аламыз. Міне бізде осындай ақшыл түсті сұйықтық пайда болды. Енді осы сұйықтығымыздың үстіне өсімдік майын құямыз. Нақты мөлшерлемесі видеоның астында көрсетілген. Тағы да миксерлеп аламыз. Одан соң бұл сұйықтығымызды шетке қойып, енді алдыңғы сұйықтықпен жұмыс жасаймыз. Айранның үстіне біз ас содасын құйған болатынбыз. Енді оның үстіне бір ас қасық краситель, яғни қызыл бояғышты салып араластырамыз. Шетке қойып, енді екінші қоспамен тағы да жұмыс жасаймыз. Ең алдымен ұн қосамыз ол қоспаның үстіне. Одан соң разрыхлитель қосамыз. Енді барлығын араластырып аламыз. Одан соң үстіне біз какао ұнтағын қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз, барлығы біріккенге дейін. Көп араластырудың қажеті жоқ. Өз қалпына, өз формасына келгенде миксерлеуді тоқтатамыз. Енді бағанағы қоспамызды осы қоспаның үстіне салып араластыруымыз қажет. Барлығын бірден құйып жібермейміз, бөлік-бөлікке құйып араластырып аламыз. Міне бізде осындай қызғылт түс пайда болуы тиіс, қоңыр қызғылт. Міне осымен біздің красный бархат тортының корждары пісуге дайын десек болады. Енді біз бұны қалай пісіреміз? Біз бұл тестаны бисквит ретінде барлығын бірге құйып формаға пісіруімізге де болады. Немесе қазір мен көрсеткендей жеке-жеке әр коржды жеке-жеке пісіріп алсақ та болады. Ол үшін біз пергамент қағазын алдымен түзу шеңбер пайда болу үшін кольцомен қысып аламыз. Барлығын біркелкі етіп, бұл қамырдан, бұл рецепттан сіздерде 5 корж шығуы тиіс. Яғни 4-еуін біз торт жасауға пайдалансақ, 1-еуін шетін, бетін әрлеуге торттың пайдаланамыз. Енді кольцомызды шешеміз. Осындай бізде дөңгелек түп-түзу шеңбер пайда болды. Енді осының бойымен қамырымызды көз мөлшермен немесе ас қасығының көмегімен өлшеп алып, жайып шығамыз, түзу етіп, біркелкі етіп жаямыз. Міне
бізде коржымыз пісуге дайын. Осындай бізде 5 пергамент қағазына жайылған корж пайда болады. Қызып тұрған пеште 10-15 минут пісіріп аламыз. Енді корждарымыз дайын болғанға дейін біз кремін жасаймыз торттың. Бізге сливки қажет болады, және творожный сыр, және қант, ұн тағы қажет. Барлық мөлшерлемесін, нақты мөлшерін мен видеоның астына қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Барлығын жақсылап миксерлеп аламыз. Міне бізде осындай крем чизіміз дайын болды. Енді шетке қойып, біз дайын болған корждарымызды жинауды бастаймыз. Алғашқы коржымызды саламыз. Оның үстінен кремімізді саламыз. Кремді аяудың қажеті жоқ. Көбірек крем болса, соғұрлым тортымыз өте дәмді болып шығады. Кремді көбірек салуды ұмытпаймыз. Міне біркелкі етіп, теп-тегіс етіп жайып шығамыз. Енді екінші коржымызды саламыз. Кремімізді саламыз. Красный бархат торты жалпы қатты қиын торт емес. Кез келген қыздың қолынан келеді жасау. Өте дәмді болып шығады, оның үстіне өте оңай жасалады, және өте дәмді, тәтті, тіл үйіретін торттардың бірі. Көпшілігіміз жақсы көреміз бұл тортты. Міне үшінші коржды салдық. Енді үстіне тағы да кремімізді құямыз. Кремімізді тегістеп жайып шығамыз. Енді бізде соңғы коржымыз қалды, 4-ші корж. Ал 5-ші коржды біз бетін, шетін сәндеу үшін торттың пайдаланамыз. Міне қалған кремнің барлығын енді осы крем торттың бетіне жайып шығамыз. Осындай шпательдің көмегімен бетін тегістеп алуымызға болады. Артылған кремімізбен шетін тегістеп аламыз. Жалпы шетіне кремнің қажеті жоқ, өйткені қазір біз оны 5-ші коржбен шетін сәндейтін боламыз. Сондықтан да көп кремді қажет етпейді. Ең бастысы беті теп-тегіс шығуы керек тортымыздың. Міне дайын болды кремі. Енді біз шетіне қолымызбен блендермен ұсақталған корждың қамырымен шетін тегістеп шығамыз.
креміңіз сондай теп-тегіс болып шықпай жатса ештеңе етпейді. Себебі біз осы корждың ұнтағымен қалған ұнтақпен тегістеп жібереміз. Сонда ешқандай бізде креммен ешқандай проблема болмайды десек те болады. Міне осылай тегістеп аламыз. Міне бізде дайын болды. Енді бетін қалауыңыз бойынша сәндей берсеңіз болады. Клубника, түрлі жемістерді пайдалансаңыз болады. Мен осылай ғана сәндеп шықтым. Міне қазір кесіп көрсетемін. Міндетті түрде 3-4 сағат ол тоңазытқышта тұруы тиіс. Одан соң ғана біз кесуімізге болады. Өте жұмсақ, үлпілдек, сондай дәмді болып шығады, тәтті болып шығатын ерекше торт деуге болады. Міне бізде осындай торт дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Бір жасағаннан ақ сізде бұл қолыңыздан келетініне сенімдімін. Міндетті түрде жасаңыз. Міндетті түрде ұнаса комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыз. Және менің каналыма жазылып қойыңыз. Алда міндетті түрде өте керемет пайдалы рецепттер болатынына сөз беремін. Барлықтарыңызға ас болсын.